Бұл вирусыммен іске асу керек. Қазір кішкене бір дыбыстар шығуы мүмкін. Так көрушілер күдіктеніп қалмаса болар еді. Так жақсы жұмысым бастаймын. Тарсылады. Ей, жоза достар ма? Емай тарсылатып отыр ма? Жоза. Ойбай. Төсептен құлап қалған ба? Емай жүре жатыр ма? Так, емай. Тұрып бір жұмыс істеу керек еді маған да бір. Так, жақсы кетім көшеге шығып кетейінші. Так, бетуалым шығып кетейін, емай. Қашып бардым бетуалым жүрмей. Так, еду шығып қояйын ба сразу. Оп. Емай, су мұздағы емай, жылсу жоқ па не? Емай. Так, кетім жұмыс істеп кетейінші. Так, мына көзіне тарсылатып алды, емай. Так, екінші этаж ба? Екінші этаж сияқты. Құлсыншы, мен артына қарам, жұмыс істеп беріппін. Так, жұмыс қаяқтан іздесем болады екен, а? Так, кетім аяқтарды қарақыратайық. Так, такси, жоқ, менде машина жоқ қой. Так, қай жерде болсақ болады. Так, мен мынаяқтан не болды екен мынау? Қарап көрейік. Так, есік ашық тұр ғой. Так, бұл не сонда? Магазин ба? Ешкім жоқ қой. Магазин сияқты ойлаймын ғой. Жақсы, так, ешкім жоқ қой, шығып кетейін. Тоқтаңыз. Кім біреу тоқтады маған? Кім? Жете сен ба? Жоқ, артыңызға қараңыз. Ой, адам бар ма іште? Так, жаңа кіріп едім мен, адам болмағасын кетіп бара жатыр едім. Бұл біздің кафе, қош келдіңіз. Жақсы, кофе қандай заттар бар бұлай? Не сатасыздар? Біздер деген кофе сатамыз. Кофе? Жақсы, так, айтпақшы, мен деген жұмыс істеп жүредім сіздерге, бұлай жұмыс керек емес па? Официант болсын, бұлай күніге ақшам табу үшін. Так, официант керек. Онда сіз жұмысқа қабылдандыңыз. Ертеңнен бастап келе беріңіз. Сағат нешеде? Сағат таңғы 9-дан кешке 6-ға дейін. Жақсы, так, неше теңге сонда күніне? Так, 4 теңгедей аласыз. Жақсы, рахмет. Так, 4 теңге. Так, все нормально, по идее, так, жақсы. Жақсы, рахмет. Так, все, емайды, официант болған ба енді? Жақсы енді. Күніне 4 теңге алып жатсам да, бір 1000 теңгесін жинап отырармын бірдеңеге. Так, жақсы, менде сабақ ештеңе жоқ па ше? 1000 теңге олай күнде жинап алсам, хотя бы бірдеңе бастау керек, сол 1000 теңгемен болсын. Так, емайды, әлі тарсылатып отыр ма? Барып сұрайыншы, так, қаяқта? Так, екінші этаж ба? Емайды, қатты шығып кетті ғой. Так, екінші этаж ба? Ай, көрші, не істеп жатсың? Тарсылатып ұйқы көрмедің ғой. Тұрма, алло. Так, үйіме есік жауып тұр. Так, көрші. Ой, не істеп отыр? Көрші. Не тарсылатып отыр, емай. Ей, көрші. Оу, не болды? Ей, не болған несін? Не тарсылатып отсың? Ойбай. Так. Жо, не тарсылатып отсың? Ұйқы көрмедің ғой таң атпай. Ой, кешіріңіз, қазір тоқтатамын. Жоқ, тоқтатқанда не дауысың ба? Что-то моторды алып келіп қыздырып отсың ба? Не істеп жатсың? Құрсын үйде болмаса далаға ұсташы. Кете беріңіз. Жоқ, кеткенде мен төменгі этажда тұратын едім, енді көшіп келіп жатырмын, сол кішкене ыңғайсыз болып жатыр. Алло, жақсы ма? Так, мына көште көрем ма? Тарсылдатып. Так, қойды ғой. Не істеп жатыр ащы? Так, жақсы. Так, не істесем болады екен, тамақты алған жоқпын үйге. Қарным ашып тұр, орын алып кетіп барып. Так, бірдеңе алып келейінші жейтін. Дүкен бар ма мына жақта ащы? Так, жаңағы неден кафеден кофе алып келейін ба? Так, кеттік, продукт алып келейін үйге. Так, ё-моё, свет істемей ма, мынаяқтан что-то біртүрлі район ау деймін мынау, походу. Так, есі жоқ қояйын. Так, все, походу, мынау кофе емес па, бабл дей ма, ну не, короче, сонда бірдеңе, кофе бабл дей ма. Короче, так, шай алып келдім, құрсын тез созылып қалады. Так, все, короче, үйдің қасында бір суши магазин бар екен. Содан суши алып келдім қазір. Так, жеп алайын сеп отырып. Так, бүгінге ше. Так, по идее менде 100 мың, так, неше мың қалды менде өзі? Так, примерно 80 мыңдай қалды. Так, оған примерно бір бизнес жасау керек, Так, жақсы. Так, қазақша алып, бір айға ма шаққа жететін шығар, одан кейін не істеймін мен? Так,
Енді екінші бизнеспен айналысу керек сияқты, бір киім сатамын ба ше, ана кафеден сұрап көру, бірақ кафе ол я ма киім қалай сатамын мен. Ей, тоқта, ана жақта мен екінші этаж ба көрдім, короче. Екінші этажын қарап келейінші мен барып. Не бар екенін еще үйдің дәл қасында, так бір киімдер алып, заказ беріп, қытайдан ба сату керек, короче, бізге. Так, қай жақта, мә уже кешіп жатып кетті, мен поттарсыз болмасын. Так, тезірек барайық. Так, кафе, так, нешеге жұмыс істейді? А, ішінде адам тұр, так. Саламатсыз ба? Қайтадан келдім. Так, бірден сұрайын деп едім. сұрай беріңіз. Осы екінші этажда бірдеңе бар ма? Тоже андай магазин сияқты бірдеңе ма, или көре алмай ма? Көріңіз кіріп. Көрейін ба, так, жақсы. Так, сізде не бар ше? Так, ойбай. Так, бұл жақта да магазин ба? Так, ой, не? Өйтсет. Так, киім сияқты бірдеңе ғана, нақты по идее киім қылып жүруге болады негізі. Так. Көріп не бар ше? Бірдеңе екен, нақты. Так, нақты жаңа адамның отыратын жері. Так. Ой, нақтан шығып кеттім ғой. Так, короче, біз осындай жер екен. Так, нақты походу бұзып, кішкене ремонттап істеуге болады ше. Киімдер іліп қоюға ше. Киім сатуға. Онда мен қазір бар ақшама осыларды істеп көрейін. Так, мына орындықтар по идее көтеріледі ғой, мен алып шығады. Так, жақсы. Так, апай, короче, ана жақта орындықтарды алып тастауға болады, сосын сол жақта мен ойлап тұр едім, кішкене ақша салып, менде біраз ақшамен киімдер сатып қойсам қалай болады? Былай магазин осы сіздікі ма? Магазин менікі осы жаңа енді ашылып кішкене дами алмай жатыр едім, сол бір көмек жасап жүретін. Осы сен бір жағынан официант болып, бір жағынан осы магазиндер енді өзің былай салып көр. Жақсы, рахмет. Так, все, онда, так, мен ертең онда бір өзімдегі қолымда. Так, рахмет, жақсы, сау болыңыз. Ертеңгі, так, жақсы, онда бизнес план дайын по идее. Все, онда. Так, енді табу керек қой, ой, қаяқтан табамын мен? Так, Қытайдан заказ беріп көрейін онда. Так, жақсы. Или осы жақтан заказ берем ба? Негізі біраз оптом тауарлар алу керек, негізі бар ғой. Так, жақсы, онда аяқтайық. Так, сау болыңыздар, достар. Сіздермен бірге болған маңайдар. Короче, келесі бөлімде біз деген бизнеспен айналысатын боламыз. Жақсы, сау болыңыздар.